Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі Instagram желісі арқылы кездесуге қатысушылар. Менің дауысым естіліп тұрған болу керек. Егер естіліп тұрса, біреуіңіз, егер мүмкіншілік болса, бір белгі қалдырсаңыздар комментарий. Менің дауысым естіліп тұр ма сіздерге? Жақсы. Руслан, рахмет. Жалпы, осыдан бір-екі күн бұрын Ханафи құқықтық нормаларының Қазақстанда таралу жолдары деген тақырыпта осы баннер ілінген болатын, яғни хабарлама. Мен Тұрар Түгелұлы Абу, осы Республикалық ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі ретінде бірнеше мәрте өздеріңізбен осы Павлодар дін орталығының осы Instagram желісі арқылы өздеріңізбен жүздескен болатынбыз. Бүгін тағы да кезекті кездесуіміз. Баршаңызға айт мерекесі қайырлы құтты болсын. Бүгінгі тақырып жаңа айтып өткендей өздеріңізге белгілі Ханафи құқықтық нормаларының Қазақстанда таралуы. Жалпы бізде өздеріңізге белгілі ислам дінінде кеңінен тараған үлкен 4 діни құқықтық ұстаным бар, мектеп бар. Яғни олар Абу Ханифа мазхабы, 4 мазхабтың бірі және ең үлкені. Және еліміз, бүкіл дүниедегі мұсылмандарының 90%-дан астамы осы Ханафи мазхабын ұстанушылар. Бұдан кейінгі имам Малик, имам Шафиғи және имам Ахмед бин Ханбал мүжтәһид ғалымдарының жолын ұстанған, ғұламалардың жолын ұстанған мазхабтар бүгінгі дүниеде кең таралған осы 4 мазхабты айтамыз. Яғни әхлі сүнна вал жамағат дейміз бұны. Яғни Құранның, пайғамбарымыздың сүннетімен жүріп, көпшілікпен, жамағатпен бір болған жол мазхаб. Жалпы елбасының 2050 кезінде қабылданған мемлекеттің үлкен стратегиясы бар. Осы стратегияда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жақсы бір сөзі бар, сол жерде айтып өткен. Біз мұсылманбыз, оның ішінде Абу Ханифа мазхабын ұстанатын сүнниттеріміз дейді. Яғни бабаларымыз ұстанған бұл жол ұлттық салт дәстүрді, ата-ананы сыйлауға негізделген дейді. Ендеше бүгінгі ұрпақта әлемде ең ізгі дін, ислам дінін қадірлей отырып,
ата дәстүрін ардақтаған абзал дейді. Кейбір қазіргі таңда сыртқы күштер жастарымызды ислам дінінің хақ жолынан адастырып, теріс бағытқа тартуға тырысуда дейді. Мұндай ұлттық табиғатымызға жат келеңсіздіктерден бойымызды аулақ салуымыз керек деп, осыдан бірнеше жыл бұрын осы мемлекеттің Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан жаңа саяси бағыты атты кезіндегі жолдауда осы мәселені кеңінен айтып өткен болатын. Жалпы Абу Ханифа мазхабы. Мазхаб деген не нәрсе? Біз осыған енді бұны терең үлкен бір ғылыми дүниеде талдау, оны түсіндіру әрине уақытты қажет етеді. Оның үстіне көп мазхаб туралы жалпы таным болуы керектігін біздің қаншама ғалымдарымыз, діни басқарма айтып келе жатыр. Сондықтан біз осы мазхаб туралы танымға қысқа да нұсқап тоқтала өтсек, жалпы терең кірмейміз енді тақырыпқа, өйткені мына аудиторияда жастар бар, мұғалімдер бар, басқа да әртүрлі контингент болғандықтан біз жалпы бір ортақ түсінікте қалыптастырсақ деген ниетіміз. Сәлеметсіздер ма? Қош келдіңіздер баршаңызға. Рахмет. Жалпы мазхаб араб сөзі, араб тілінен аударғанда жүрілген жол деген мағынаны білдіреді. Яғни кезінде пайғамбарымыздың, сахабалардың, табиғиндердің, үлкен ғалымдардың, сол уақытта мұсылмандардың жүріп өткен жолын осы мазхаб дейді. Мазхаб сөзі терминдік мағынасын алып қарайтын болсақ, яғни ислам дінінде мүжтәһид ғалымдарымыздың жүріп өткен жолы. Сол жолмен кейінгі ұрпақ, мұсылман үмметі осы жолмен жүруге тиісті. Егер де ғалым, ғұлама мүжтәһид дәрежесіне жетпеген болса, мұқаллид дейміз ғой. Мүжтәһид, мынау мүжтәһид деген кімдер деген? Яғни иштихад жасаушы адамды айтады. Иштихад деген пәтуа беретін адам. Үлкен ғалым, былайша айтқанда, ислам ғалымы. Әрине бұл мүжтәһид болу үшін де, мүжтәһид дәрежесіне жету үшін де үлкен өзінің шарттары бар, діннің қойған талаптары бар. Осы шарттардан, талаптардан өткеннен кейін ғана адам мүжтәһид болады. Ал мүжтәһид бола алмаған жан, онда мүжтәһидтердің жолымен, солардың салып кеткен, беріп кеткен пәтуалармен жүретін кісілерді айтады. Жалпы былайша айтқанда, осы мазхаб біз сенімде имам Матуриди мазхабында, ал фиқх мәселесі, ғибадат, құлшылық мәселесінде имам Ағзам Абу Ханифа мазхабын ұстанатын үмметпіз. Яғни пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның адамдарға жеткізген ислам дінінің сенім және ғибадат жүйесінде кейбір мәселелерде үкім, одан дәлел шығарып, сенім ғибадат жүйелерінде жүйесін бір жүйеге келтіріп, оларды түсінуде, оларды бірін-біріне бір өзгеше көзқарастар айтқан ғалымдарымыз да бар. Міне бұл көзқарастардың жиынтығын жалпы мазхаб деп аталады. Сондықтан біз әлемдік 4 мазхаб мұсылман үмметінің: имам Ағзам Абу Ханифа мазхабы, имам Малик, имам Шафиғи, имам Ахмед ибн Ханбал секілді ислам ғұламаларының мазхабтары дүниеге келген. Ал енді қазақ даласына келген мазхаб бізден 1000 жылдан астам уақыт ұстанып келе жатқан имам Ағзам Абу Ханифа
мазхабы қазақ даласында осы жол қалыптасып келе жатыр. Бүгінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы оған қарасты барлық өңірдегі мешіттер, біздің имамдарымыз осы ата бабамыздың сан ғасырлар бойы ұстанып келе жатқан имам Азам Абу Ханифа мазхабының жолымен жүріп келе жатыр. Рахмет, Индира ханым. Алла баршамызға абырой берсін. Имам Азам Абу Ханифа хиджре, яғни милади біздің жыл санауымыз 699 жыл шамасында Ирактың Куфа қаласында дүниеге келген. Бүгінгі таңда осы мынау мазхабты дұрыс түсінбеген, немесе дұрыс түсінгісі келмейтін кейбір мұсылман жастарының арасында мазхабқа деген теріс көзқарас қалыптастырып жүргендер бар. Ой, бізге мазхабтың жолдың керегіне, ғалымдардың жолдың керегіне біз өзіміз-ақ Құранды түсініп аламыз, өзіміз-ақ пайғамбардың сүннетін түсініп аламыз, өзіміз-ақ жол тауып кетеміз дегендей дұрыс емес пікірлер қалыптастырып жүргендер бар. Әрине бұл өте айып, ол адамның өте надандығын білдіреді. Яғни мазхаб туралы таным түсінігінің таяз екендігін аңғаруға болады сол сөздер арқылы. Сондықтан біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы осы Абу Ханифа мазхабымен жүріп келе жатқаннан кейін осы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының елдегі кейбір діни мәселелерге қатысты пәтуа беру құқығы осы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының еншісінде. Және бұл Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жалғыз муфти ғана немесе жалғыз бір пәтуа бөлімінің басшысы ғана пәтуа беріп жатпай, бұл Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жанында құрылған ғұламалар кеңесі қызмет жасайды. Осы ғұламалар кеңесі белгілі бір шарттарға әрине сәйкес осы Қазақстандағы діни ахуалға, кейбір қоғамда шыққан өзекті мәселелерге пәтуа беру осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанындағы ғұламалар кеңесі жұмыс жасайды. Осы кеңес арқылы елдегі беріліп жатқан елдегі кейбір діни мәселелерге пәтуа берілуде. Ал енді бұрын берілген пәтуаларды бұл ғалымдар тарапынан елдегі біздің қоғамға түсіндіріліп, сол бағытта ақпараттық немесе халыққа түсіндіру жұмыстары көптеп жүргізіліп келеді. Бір кісінің айтқан бір сөзі ғалымның есіме түсіп отыр. Бір кісі келіп, жас аз жігіт келіп, әлгі ғалымнан сұраған екен дейді, мазхабпен жүресіз бе, әлде сүннетпен жүресіз бе деп. Сонда әлгі ғалым айтады, пайғамбарымыздың жолы сүннетпен жүрем десем, онда мазхаб жолынан тайып кеткендей болам дейді. Оның көзқарасы бойынша дейді. Егер мазхабпен жүрем десем, онда сүннетті тәрк еткендей болам дейді. Сондықтан ол кісінің жауабының, қойып тұрған сұрағының дұрыс емес екендігін айқындап түсіндірдім дейді. Яғни мазхаб пен сүннетті екеуін бөлуге болмайтын жол екендігі. Себебі екеуі бірін-бірімен тығыз байланысты. Мазхабпен жүрем десең, сүннеттен тайып кетесің, сүннетпен жүрем десең, мазхабпен тайып кететіндей, қазіргі біздің жастардың санасында осындай теріс түсініктің қалыптасқандығын айттым дейді. Себебі мазхаб сол пайғамбардың сүннетімен, Құранның жолымен бекітілген жол екендігі айдан анық нәрсе дейді. Сондықтан бір кісінің дейді, жаңағы қойған сұрағы мазхабпен жүресіз бе, әлде сүннетпен жүресіз бе деген сұрағы жүйесіз, дұрыс емес екендігін, ғылымнан, діннен, мазхаб туралы түсініктен хабарсыз екендігін көрсетеді дейді. Себебі мынадай бір сұрақ қойсақ дейді. Бір университет қабырғасында оқып жүрген студентке университет қабырғасында оқымаған, университеттің құрылымынан бейхабар адам былай деп сұрақ сұраса дейді. Университетте оқисың ба, әлде факультетте оқисың ба десе, бұл сұрақтың дұрыс емес екендігін бірден түсінуге болады дейді. Себебі университет құрылымы
факультет сол құрылымға бағынышты екендігі, және студент сол университетке қатысты екендігін, немесе сол университеттің қандай факультетінде оқисың деген сұрақ, онда жүйелі сұрақ болады. Немесе қандай университетте оқисың десе, онда ол жүйелі сұрақ болады дейді. Ал енді сен университетте оқисың ба, әлде факультетте оқисың ба деген сұрақ болатын болса, онда бұл сұрақтың университеттің құрылымынан хабары жоқ, оқымаған адамның жүйесіз сауал екендігін, сұрақ екендігін аңғаруға болады дейді. Мынау мәсхаб пен сүннет дәл сондай. Егер мәсхабпен жүресің бе, әлде сүннетпен жүресің бе деген сауал, бұл жаңағыдай университетте оқисың ба, әлде факультетте оқисың ба деген сұрақ секілді жүйесіз екендігін көруге болады дейді. Сондықтан біздің кейбір жастарымыз осы мәселеге үлкен қырағылық таныту керек. Мен сүннет жолымен жүрем, біз сүннетпен жүрем, мәсхаб жолымен жүрмеймін, мәсхаб маған керек емес деген азаматтар болатын болса, онда ол азаматтың мәсхаб туралы таным түсінігінің, жалпы ислам діні туралы таным түсінігінің таяз екендігін көруімізге немесе аңғаруымызға болады. Сондықтан исламда бізде алда жүретін үлкен ғалымдарымыз болған. Құраннан және пайғамбар алейхиссалату вассалам сүннетін ашықтап, сосы екеуін басшылыққа ала отырып, пәтуа беретін, қияс жасайтын ғалымдарымыз осы қарапайым бұқара халыққа ненің қалай жасалу, қай ғибадаттың қалай жасалу керектігін осы ғалымдарымыз Құранға және сүннетке қарап өзінің пәтуасын беріп отырған. Сондықтан біз қарапайым бұқара халық мүштахид ғалымдардың салып кеткен жолымен, мәсхабпен, яғни жүрілген, солар жүріп өткен жолымен жүру бұқара халықтың міндеті. Себебі біз енді шамалы күрделі тақырып, мынау қарапайым ғана түсінікпен айтатын болсақ, ауырған кісі дәріханаға барып, мыңдаған дәрі тұр дәріханада, біздің көз алдымызда. Біреудің басы ауырады, біреудің балтыры сыздайды, біреудің басқа жер ауырады, басқа мүшелері ауырады дегендей. Сонда сол дәріханаға кіріп, шетінен дәрінің ішпейді ғой. Себебі шетінен ол дәрінің бастап іше берсе, онда адам айғам деп ауруынан өлімге душар болуы мүмкін. Сондықтан ол аптеканың ішінде фармацевт мамандығын бітірген мамандар жұмыс жасайды. Яғни сізге қажетті дәріні дәл нақты айтып береді. Басыңыз ауырса мына дәріні ішесіз, ішіңіз ауырса мына дәріні ішесіз, суықтаған болсаңыз мына дәріні ішесіз, басқа жеріңіз ауырса мына дәріні ішесіз деп, сізге сол фармацевт мамандығын бітірген сол жерде аптеканың ішіндегі сатушы кісі сізге сол дәрілерді анықтап сізге беріп отырады. Немесе ауырған кісі дәрігерге барып, өзінің ауруына шағым айтып, сол дәрігер оған рецепт жазады. Мынадай дәріні ішесіз, 10 күн ішесіз, 7 күн ішесіз дегендей. Егер онсыз кез келген дәріні алып іше беретін болса, адам ауруынан айығам деп өлімге душар болуы мүмкін. Немесе мүгедектікке алып келуі мүмкін. Сондықтан науқас адам қандай сақ болу керек болатын болса, дәрігерге барып тиісті емін алу дәрігерге деген мұқтаждығы, немесе фармацевт мамандығын бітірген маманға қандай мұқтаж болатын болса, мынау дінді ұстанушы адамдарда мәсхабтың ғұламаларына мұқтаж. Себебі алдыңызда мыңдаған Құранның аяттары тұр, мыңдаған хадис тұр. Оның ішінде сіз қайсысы қажетті екендігін, қайсысын қалай жүзеге асыру керек екендігін бұқара халық біле бермейді. Сондықтан жамағат сол салып кеткен дәрігер ретінде қалыптасқан үлкен мүштахид исламның ғұламаларына, солардың айтып кеткен пәтуаларына мұқтаж екендігін біз көруге болады. Сондықтан елбасының жаңа айтқан сөзі, біз мұсылманбыз, оның ішінде Абу Ханифа мәсхабын ұстанатын сүнниттерміз деп өте жақсы керемет айтылған. Сондықтан осы мәсхаб мәселесіне біз өте қырағы қарауымыз керек. Бұл ойнайтын дүние емес.
біз кез келген азамат діни мәселеге келгенде мәзһаб ғұламаларының айтқан пәтуа жолдарымен ғана біз жүре аламыз. Өз бетімізше жүруге бола ма? Әрине болады. Егер сіз мүштахид, яғни ғалым, пәтуа беретін деңгейге жетсеңіз. Сондықтан осы ғалымдардың пәтуа беретін деңгейінің өзінің дәрежелері бар. Қандай адам мүштахид бола алады? Қандай адам өзінше пәтуа бере алады? Қандай адам бір ғалым екінші ғалымның жолымен жүруге немесе жүрмеуге шешім қабылдай алады? Осы мәселеде біз өте сақ болуымыз керек. Себебі Ханафи мәзһабының бір мәселеде үкім шығаруда өзінің қайнар көздері бар. Біріншіден, кез келген Ханафи мәзһабы ғұламалары бір мәселеде пәтуа шығаратын болса, ең бірінші Құранға қарайды. Құран не дейді бұл мәселеде? Құранда ол мәселе туралы ашық, айқын аяттар бар ма? Құранда ол мәселе туралы ескерткен бе? Мінекей. Егер ескерткен болса, онда Құраннан үкім алады. Құранда бұл мәселе харам етілген. Құранда бұл мәселе адал етілген деген секілді үкімдерін алады. Егер Құраннан таппаса ше, Құранда айтылған мәселе болмаса ше, онда пайғамбарымыздың сүннетіне қарайды. Саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбардың сүннетіне қарайды. Пайғамбарымыздың айтып өткен өсиеттеріне қарайды. Хадистеріне қарайды. Жасаған әрекеттеріне қарайды. Пайғамбардың сүннетінде осы мәселе бар ма, жоқ па, осыған қарайды. Егер бар болса, онда пайғамбардың сүннетінен алады. Егер Құранда пайғамбар сүннетінде жоқ болса ше, онда иджма дейді. Яғни қандай да бір ғасырдағы әлгі мүштахид деген біздің ғалымдарымыздың бір мәселеде бір үкімге тоқтауы дейді. Кезінде, мысалы 12 ғасырдан бері қазақ халқы Ханафи мәзһабын ұстанып келе жатыр дейміз. Осы Ханафи мәзһабының ғалымдары кезінде заманында осы мәселеге қатысты пәтуа берген ба, бермеген ба? Солардың берген пәтуаларында бұл мәселе бар ма, жоқ па деген мәселе сұрақ төңірегінде осы иджма мәселесіне қарайды. Егер ол кездің ғалымдары бұл пәтуа, бұл туралы мүлдем еш нәрсе, өйткені ол заманда бұл проблема жоқ еді. Онда осы мәселеге қатысты ғалымдар пәтуа бермеген болса, кітапта жоқ Құранда, пайғамбардың сүннетіне жоқ, ғалымдардың иджмасына жоқ, онда қияс жасайды. Қияс деген, яғни Құранда немесе хадисте кезінде бір айтылған мәселеге қатысты соған салыстыра отырып, арнайы шарттар арқылы соның үкіміне сәйкес үкім береді. Иджма, қияс жасайды. Бұның барлығын білу үшін араб тілін жақсы білу керек. Құранды жақсы білу керек. Құранның мағынасын жақсы білу керек. Пайғамбарымыздың хадисін бәрін білу керек. Ғалымдардың, кезіндегі ғалымдардың берген пәтуаларын, кітаптарын бәрін оқу керек, қарау керек. Ал енді бұған ең бірінші сауаттылық керек. Сауаттылық болмаса ол болмайды. Одан кейін қияс жасайды. Қияс жасағаннан кейін, егер бұл қияста жасауға келмейтін болса, онда сахабалардың сөзіне қарайды. Сахабалар не айтты бұл мәселеде? Себебі пайғамбарымыздың іс-әрекетін және уахидың келуін көздерімен көрген бұл сахабалар. Олар аят хадис арасындағы сабақтастықты байланыстыратын немесе соларды білетін адамдар. Кезінде Алла Тағаладан пайғамбарға Құран аяттары келді. Сол аяттар не үшін түсті? Қай уақытта түсті? Қандай мәселеге қатысты түсті? Пайғамбар оған не деді? Пайғамбардан біреу сұрақ сұрап келгенде оған қандай жауап берді? Ол қандай оқиға еді? Ол неге байланысты түсті деген көптеген сұрақтардың жауаптарын осы пайғамбарымыздың көзін көрген, жанында болған сахабалар білетін. Сондықтан осы сахабалардың сөзі пәтуа беруде үлкен маңызға ие екендігін көруге болады. Ал бір мүштахид ғалым осының барлығын білуге тиісті. Одан кейін истихсан және соңында әдет ғұрып дейді. Соңғы екеуі, мысалы истихсан әдет ғұрып,
қағидалар мен шарттар арқылы қолданылатын қосымша дәлелдер көздерден жатады. Яғни бұл мәселеге пәтуа беру үшін жергілікті жердің халықтың салт ұстанған дәстүрі қандай? Ертең пәтуа беріп оған қайшылық келтіріп алмаймыз ба? Деген секілді Ханафи мазхабының үкім шығаруда арнайы көздері бар. Егер бір кісі мен мазхабпен жүрмеймін, Абу Ханифа мазхабы маған қажет емес дейтін болса, онда біз жоғарыда айтып өткен барлық шарттарды біліп, содан өз бетінше үкім шығара алатын болса, мүжтәһид ғалым болатын болса, онда мазхабпен жүруге қажет жоқ. Өзінше бір жол тауып жүруіне болады. Егер жоқ, оған шамасы келмесе, Құран оқу білмесе, арабша білмесе, Құранның пәтуаларын түсінбесе, немесе пайғамбардың бүкіл сүннетін білмесе, ижма білмесе, ғалымдардың берген пәтуаларын, қияс жасай алмаса, сахабалардың сөздерін білмесе, онда ол амал жоқ. Абу Ханифа мазхабының жолымен, немесе басқа да 3 мазхаб, 4 мазхабтың жолымен жүруге міндетті. Мұқаллид дейді. Сондықтан осы мәселеде біз өте сақ болуымыз керек осы мазхаб мәселесінде. Мына Ханафи мазхабы жалпы өздеріңізге белгілі Матуриди ақидасы, Орта Азия мұсылмандары, Түркия, Балқан түбегі, Қытайдағы мұсылмандар, Түркістан өлкесі, немесе Үндістан, Пакистан, Сирия, кейбір араб елдері қатар, осылармен қатар Қазақстан мұсылмандары да сан ғасырлар бойы осы Абу Ханифа мазхабын, немесе Матуриди ақида мектеп жолын ұстанып келе жатқандығына біз көз жеткізе аламыз. Тағы да айтайық, Қазақстан мұсылмандары осы Абу Ханифа мазхаб жолымен жүріп келе жатыр. Және де дүниедегі барлық мұсылмандардың 90%-дан астамы осы мазхаб жолымен жүреді. Ал енді бұл 90%-ның өзін 4 мазхабқа бөлгенде, мазхабпен жүретін мұсылмандардың 60%-дан астамы Абу Ханифа мазхабымен жүреді. Әлемдегі мұсылмандар. Сондықтан исламда, дінде бір елдің бір мазхабта болуында үлкен ерекшелік бар, үлкен артықшылық бар. Біріншіден, халық бір тұтас болады. Бір мазхабпен жүрген халық бір тұтас болады. Ынтымағы, бірлігі, ұйымшылдығы бір болады. Пәтуасы бір болады. Сондықтан бұл бірлікке үлкен қызмет жасайды. Орта Азия мен Қазақстанда қанша ғасырлардан бері, мәселен, ешқандай діни алауыздық болмайды, діни қақтығыстар, діни үлкен жанжалдар орын алмауының, ұрыс керістің болмау себебі осы Орта Азия мұсылмандарының бір мазхаб Абу Ханифа жолымен жүргендігінде жатыр. Кезіндегі Абай, Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп, Ыбырай Алтынсарин секілді қазақтың зиялы ғұламалары да осы Абу Ханифа мазхабын, Матуриди мектебін ұстану арқылы оның мән маңызы, оның қажеттілігі турасында өзінің шығармаларына арқау болған. Ыбырай Алтынсариннің, Мәшһүр Жүсіптің, Абайдың, Шәкәрімнің, басқа да ғалымдар осы мектеп, Абу Ханифа мектебін өзінің шығармаларында халықтың арасына кеңінен насихаттап өткен. Сондықтан Қазақстанда жалпы адамзаттық құндылықтарды сақтау, қалыптастыру, ұлттық ерекшеліктерді, дәстүрімізді, халқымызды сақтау үшін осы Абу Ханифа мазхабы, діни мұрасы жүріп келе жатқан біздің үлкен жолымыз екендігін білуіміз керек. Қазіргі уақытта елімізде дін мәселесінің күн тәртібінде тұруы, яғни діни мәселелердің күн тәртібіне шығуы, алдын қатарда тұруы проблемалардың, біздің халқымыздың, немесе жастарымыздың осы діни мәселеде әлде болса дұрыс түсініп қалыптаспай жатқандығын аңғаруға болады. Барлық мұсылмандардың мақсат мүддесі бір. Сондықтан осы мазхаб туралы таным
мәсхаб туралы түсінік қалыптастыру әр мұсылманның ең басты міндет деуге болады. Себебі мәсхаб туралы түсінігі толық қалыптаспаса, онда қоғамда діни мәселеге қатысты көп проблемаларға жолығуы мүмкін. Егер мәсхаб туралы дұрыс түсінік қалыптасқан болса, онда көптеген қиыншылықтар орын алмауы керек. Себебі таным әрбір мұсылман болсын, халық болсын, өзінің көзқарастарымен таниды танымды. Өзінің мұсылман көзқарастарымен кез келген мәселеге қырағы көзбен қарайды. Сондықтан біздің ата-бабаларымыз дәстүрлі ислам діні мен жүріп, ғасырлар бойы өзінің ішкі ынтымағын, бірлігін сақтай білген. Біз білетін болсақ, мына елімізде ұстанатын мұсылмандардың ханафи мәзһабы Қазақстан Республикасының 2011 жылы 11 қазанда қабылданған діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңның преамбуласында кіріспе бөлімінде діни қызмет осы заңның кіріспесінде ханафи бағытындағы исламның халықтың мәдениетінің дамуы мен рухани өміріндегі тарихи рөлін таниды деп нақты жазылғаны көпке мәлім. Сондықтан біздің Қазақстан осы мұсылмандары діни басқармасы Қазақстан мұсылмандары Абу Ханифа мәзһабымен жүріп келе жатқандығы. Жаңа кітап, пайғамбар сүннеті, иджма, қияс, сахабалар сөзі, истихсан және әдет ғұрып мәселелері, бұларда үлкен ханафи мәзһабының үкім шығарудағы қайнар көздері. Бұл тақырыптарда муфтияттың сайттарында кеңінен үлкен материалдар берілген. Егер толығырақ оқимын деген болған болса, осы муфтияттың сайттарынан оқуға болады. Және осы тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз болса, осы қатысып отырған парақша арқылы комментарийге қалдыруға болады. Кейіннен жауап беруге біз дайынбыз. Ал енді қазақ жерінде таралған осы исламның ханафи мәзһабының таралған өзінің ерекшеліктері де бар. Ескеруге тиіс ең басты мәселе бар. Біз ескеруге тиісті ислам қағидаларының сенімге қатысты, ақидаға қатысты көптеген тұстары өзгермейді. Ал тұрмыс тіршілікке қатысты, қарым-қатынас реттейтін, күнделікті адамдардың қарым-қатынас арқылы болатын құқықтық нормалар, яғни фиқ мәселесіне қатысты бөлігінде уақытқа, мекенге, белгілі бір ортаға, мынау қазақ қоғамында болып жатқан оқиғаларға байланысты дегендей сәйкес, осы мәзһабта, фиқта үлкен өзгерістер орын алуы мүмкін. Сондықтан бұл өзгерістерге дер кезінде пәтуа беріп отыратын Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы және ғұламалар кеңесі. Осындай өзгерістер ислам тарихында бірнеше 4 мәзһабтың қалыптасуына үлкен негіз болды. Ең басты үлкен мәзһаб бұл имам Азам Абу Ханифа. Сондықтан халқымыздың дәстүрлі келе жатқан осы ханафи мәзһабы әдет ғұрып заңдары өз бастауын сонау кезде ертеден қалыптасқан ұлт ретінде қалыптаса бастағаннан бастап көптеген проблемалар ортаға шыға бастады. Осыған байланысты ғалымдарымыз да осы мәселелерге өзінің кезең-кезеңінде, өз уақыттарында, өз мекендерінде пәтуа беріп, халықтың бірлігін, халықтың ортақ мәселеге қатысты көзқарастарын ғалымдарымыз пәтуасын беріп келген болатын. Сондықтан мемлекет мынау басқару өзінің жүйесінде де азаматтық қоғамдық қарым-қатынастарға дейін кез келген мәселелерде барлық елімізде әдет ғұрып заңдарымен кезінде реттелген. Ғасырлар бойы ауызша жазбаша қалыптаспаған уақыттарда қолданыста болған заңдарда бар, дала заңдары болды. Мысалы, онан кейіннен жазбаша да көптеген заңдар қалыптасты. Сіздер жақсы білесіздер, көк түріктердің төре бітігі,
Шыңғыс ханның ясасы, Өзбек хан мен Едіге бидің низам жүйесі, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Тәукенің 7 жарғысы, бұлар заманалар бойы қолданылған әдет заңдарымен жүйеленіп, халықтың көптеген тұрмыс тіршілігіндегі қатысты мәселелерге өзінің тікелей құқықтық тұрғыдан пәтуаларын беріп келген. Сондықтан біз ислам діні келгеннен кейін де мына ішінара кейбір мәселелер жергілікті жағдайларға, басқару құқықтық қатынастарға сәйкес кейбір әдет заңдарына ислам шариғаты күрт өзгеріс әкеле қойған жоқ. Себебі бұл заңдардың өзі адамгершілік тұрғыдан қоғамдағы көптеген өзекті мәселелерді шеше білді. Керісінше, әдет заңдары ислам дінінің шариғатымен ұштаса отырып бірге жетілді, бірге бейімделді қоғамға. Сондықтан ислам арқылы түбегейлі өзгерістер енгізілген тұстар негізінен ғұрыптық жерлеу рәсімдері секілді нақты діни сипатқа ие жораларға қатысты кейбір орын алып отырғандарын біз білуге болады. Сондықтан жалпы алғанда халықтың әдет ғұрып пен салт дәстүрі сол халықтың рухани дамуының негізін қалайды. Әдет ғұрыптың да мақсаты сол қоғамдағы адамзат баласының рухани дамуын қалайтын болса, шариғат заңдары да адамның тура болуын, тура іс-әрекет жасауын, дұрыс жол табуын, бақыттың жолын табуын мақсат етеді. Сондықтан осы әдет ғұрыппенен мынау шариғат заңдары екеуі үйлесім таба отырып, халықтың ортасында өміршең болып өзінің қызметін атқарып келеді. Сондықтан біз осы мәселелерге өте қырағы болуымыз керек. Бүгінгі тәуелсіз еліміздің Қазақстан жағдайындағы ең негізгі проблемалар бірі кезінде ата-бабаларымыздың ұстанып келе жатқан қазақи салт дәстүріміз бен ұлттық келбетімізді сақтап қалу мәселесі болып отыр бүгінде. Яғни кейбір кісілер тарапынан, ой, мына діндарлар алаңсыз арабтанып кетті, арабтың дінін айтып кетті, біздің қазағымыз дәстүрдің бәрі қалып кетті дегенде кейбір пікірлер айтып жатады. Сондықтан біз Ханафи мазхабы осы халықтың жергілікті жердегі салт дәстүрімен шариғатқа қайшы келмейтін ұстанымдармен бірлесе отырып, екеуін ұштастыра отырып, халқымыздың ұлттық болмысын сақтап қалуда қоғамдағы ең өзекті мәселе болып табылады. Қазіргі мынау жаһандану заманында біздің қоғамда батыстың мәдени және діни агрессиясы еш кедергісіз жүргізіліп, ұлтсыздану, құндылықтарымызды ұмыту процестері де жүріп жатқан осындай сипаттың бар екендігін алға тартуға болады. Кез келген ұлт өзін тарихта ұлт ретінде сақтап қалуының шарты өзінің ғасырлар бойы қалыптасқан дінінен, тілінен, ділі, ішкі жан дүниесі, оның рухани өзінің ұстанымы әр ұлттың. Осы жолдан біз ажырамауымыз керек. Сонда ғана халық өзінің тұтастығын сақтай отырып, ұлттық құндылықтарын, діни құндылықтарын бірін-бірімен ұштастыра отырып, мемлекеттің тәуелсіздігін сақтай отырып, ішкі бірлікті одан әрі қарай біз нығайта аламыз. Егер ішкі бірлік болмаса, біреу ана жолға тартса, біреу мына ағымға тартса, біреу мына жақтағы бір басқа бір жолдарға кетіп жатса, онда бұл қоғамда діни проблемалар еш онда тоқтамайды. Сондықтан бізге мынау Ханафи мазхабы біздің Қазақстанға таралып, ғасырлар бойы халқымыз соны ұстанып келгеннен кейін де біз өзіміздің ұрпағымызға осы Абу Ханифа мазхабын кеңінен насихаттау арқылы біз ұрпағымыздың, ұлтымыздың, халқымыздың одан әрі қарай өміршең, ұзақ өмір сүру процесін біз әрі қарай жалғастыра аламыз. Сондықтан ата-бабаларымыз біздерге 3 қасиетті, яғни дініңді, діліңді және тіліңді сақта деген қанатты сөз қалдырған.
қанатты бір біздерге бір үлкен ұрпағына өсиет қалдырған, осыны сақтау арқылы бағыт бағдар қалдырған, өзінің ұлтын қадірлеп қастерлеген, ұлт қадірін білген азаматтың бірі мына Жүсіпбек Аймауытов. Мен халыққа кіндігіммен байланып қалғанмын, оны үзе алмаймын. Үзу менің қолымнан келмейді деген екен. Яғни халыққа мен байланғанмын, кіндігім арқылы байланғанмын. Сондықтан мен бұл халықтан үзіліп қала алмаймын. Мен өмір сүрсем, өлгенімше осы халықтың құндылықтарымен бірге өмір сүрем деген әңгімесін, өсиетін қалдырған екен. Сырым Датұлы бабамызда мен ағайынды екеумін деген екен. Бірі өзім, екіншісі халқым деген екен. Ағайынды екеумін, бірі өзім, екіншісі менің халқым деген екен. Яғни халықтың жалпы ұстанған бағыты қалай болса, мен де сол жолмен жүремін деген сөз. Яғни біздің Қазақстан мұсылмандары халқының 70%-дан астам мұсылман болғаннан кейін, Ханафи мазхабымен жолмен жүргеннен кейін, бізде басқа бір жолда әкеліп елдің ішіне тықпалап, басқа бір жолда әкеліп елдің ішіне насихаттаудың еш қажеттілігі жоқ. Оған біз мұқтаж да емеспіз. Себебі ата-бабаларымыз осы Ханафи жолын мектебін ұстанғаннан кейін, осы бағытта жүргеннен кейін, біз осыны ары қарай жетілдіріп, ұрпақтың санасына осы мәселені жеткізу міндетіміз. Сондықтан ұлт негізін құрайтын осы үш қасиет, дін, діл және тіл мәселесі, оның халықтың тұтастығына қауіп төндіретін кез келген құбылыспен күресу, ел азаматтарының ұрпақ алдындағы, тарих алдындағы біздің үлкен міндетіміз болып табылмақ. Сондықтан біздің мынау діндар ғалымдарымыз, біздің Қазақстан діни басқармасы, мемлекет, осы Абу Ханифа мазхаб жолы өміршең екендігі, бұдан басқа бізге жолдың қажет емес екендігін үнемі айтып, ақпараттандырып келе жатыр. Біз де осыған өзіміздің үлесімізді қосуымыз керек. Мынау республикалық болсын, өңірлік болсын, ақпараттық түсіндіру топ мүшелері де, немесе мектеп мұғалімдері де, басқа да балалар, азаматтар сұрай алған жағдайда осы жолдың дұрыс екендігін, басқа жолдың біздің мұқтаждығымыз жоқ екендігін әрдайым түсіндіруіміз қажет, және сонымен өмір сүруімізде қажет екендігін айтқым келеді. Егер де сіздердің сауалдарыңыз болатын болса, осы тікелей эфирдегі сұхбат біткеннен кейін де жазбаша түрде өзіміздің астына осы парақшаға сауал қалдыруларыңызға толықтай мүмкіндіктеріңіз бар. Оған біз, Құдай қаласа, сұрақ болса жауап беруге әрдайым әзірміз. Тағы да айттарыңыз құтты болсын. Алланың амандығында айттан айтқа еліміз аман, жұрт тыныштықта жете берейік дегім келеді. Рахмет баршаңызға. Алла разы болсын.